Сәлем құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Менің есімім Асем. Бүгінгі түсірілімде жайлап уже қиярды далаға егіп жатырмын. Ауа райы қазіргі таңда тамаша болып тұр, яғни жаңбырдан кейін. Уже июнь айы болайын деп жатыр, негізі асықпай жатыр, күн әлі салқында. Соған қарамастан міне егейін деп жатырмын. Неге, не себепті? Қазір қараңыздар, жылыжай, бірақ жылыжайдың өзінде мына қараңыздар не істеп жатқан, яғни құйрық, айыр қоңыздақ барлығын жеп жатыр. Міне сол себептен мынау деген анау емес, өте қымбат голландский қиярлардың бірі. Сол себептен осылай ертерек егіп тастауым керек. Қараңыздар, мына бастап жепті. Мына жерде үшеу жапырағы бірігіп кетіпті. Неге бірігіп кеткен түсініксіз болып. Ашып жіберейін. Ашып жібердім. Мына жерде енді жерге түсіріп тастауыма тура келді. Себебі деген кеше жеп тастап, міне уже жепті. Мына жерде қараңыздар, кәдімгідей биыл солармен атака болып жатырмын. Неге екенін түсініксіз, білмеймін. Барлығын жеп жатыр. Қанша жерден жылы жерде болса да, жылыжайда болса да, сол себепті жылыжайды барлығын шығарып улауым керек болып тұр. Міне жерді алдыма сызып алдым. Осының бойымен егіп шығамын. Ойламаңыздар, неге жақын екен деп. Себебі менде капельный полив болатын болғандықтан осылай аралар жақын болып кеткен. Әрине бірінші жерімізді қазып аламыз. Құмырсқа да өте көп, қарасаңыздар, міне. Мына жерге егейін. Бұның астынан ештеме салайын деп тұрған жоқ. Бұрынғы жуаны оны, сол себептен қараңыздар, қаншама жуа шығып жатыр. Пияз. Кей жерде пияз дейді, кей жерде жуа дейді. Міне осылай қазып аламыз. Содан кейін барып, күн тамаша болып тұр. Қиярымызды өлшеп қараймыз. Міне қараңыздар. Мына жерге шейін жауып тастау керек. Себебі көріңіздер, алдында үйде тұрғандықтан осылай жеп жатқасын созылып кетті. Арнайы өте осындай стакандардың өзі қазір 25 теңге болып кеткен. Ойлаңыздаршы, қаншалықты қымбат болып бара жатыр. Ана стакандар тіпті 50 теңге болып кеткен. Амал жоқ, осындай стакан алдық, бірақ мынаның өзі өте керемет. Шап-шағын жақсы екен. Әлде де қазу керек. Әбден қазғаннан кейін мен ештеңе де салмаймын. Көйлер ратка қылып дөңгелек қылып егеді. Жоқ, мен кәдімгі осылай теп-тегіс қылып егемін. Себебі капельный поливті дайындап қойғанбыз. Соған байланысты солай егейін деп тұрмын. Жылда шлангымен суатын болғандықтан биыл солай капель арқылы істейін деп тұрмын. Сол себептен осы тікесінен егіп жатырмын. Ешқандай қиындық жоқ. Мен көмес білесіздер, барлығы всегда рассада күйінде осылай, яғни көшет күйінде егетінді. Қанша жерден қалай айтсам болады, не күйінше еккеннен осылай маған рассада күйінде жақсы. Бірақ мен биыл көшет арқылы еккен құрлы қоңыздармен, жаңағы құйрық айыр қоңыздармен төбелесіп жатырмын. Мен ондай көп жеген жоқ, бір-екеуі жеді. Сол себептен рассадалай осылай енді отырғызбайтын болармын, далаға сразу егетін болармын. Шықса шығады, шықпаса көреміз. Бірақ енді әрине жалко, қанша демей қымбат тұқым боласын. Бірінші шығарып алғаным жақсы көремін. Шыққанда менде 100% бәрі шығады. Далаға еккен кезде көбінесе шықпай қалады, себебі құмырсқа жеп қояды. Сол себептен осылай мен көбінесе рассадалар. Енді мына жерде қараңыздар, алдында аяз кезде еккенім жайлап бастап шығып жатыр. Мына екеуін кеше отырғыздым. Аралары жақын болып кеткендіктен жаман емес, жақсы болып тұр. Міне көріңіздер, енді қараңыздар, мына әлде терең қылып қазамын. Міне салдым, қараңыздар. Мына стакандарды пайдаға асады, енді амал жоқ. Осылай сақтайтын боламыз. Стакан алып жүруді қайта қиын болып кетті ғой. Міне қараңыздар, осылай ұстап тұрып барлығы топырақ салып шығамыз. Егер қолдарыңызда жаңағыдай жұмыртқаның қабығы болса, салған дұрыс. Мен асқабақта айтқанымдай, бірақ та енді болмаса осылай сала беріңіздер. Жайлап одан кейін азотпен, бәрімен, кальциймен де қоректендіретін боламыз. Міне егілді. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне әзірге суармаймын, себебі жердің етак өзі дымқыл. Кеше ғана түнде ғана жаңбыр жауды. Сол себептен міне ешқандай қиындығы жоқ. Міне осылай барлығын егіп шығамын. Арасын айтайын сіздерге. Арасы менде капельный поливтің өзі арасы 15 па 10 см. Сол себептен оған қарап екпейтін болдым. Кеше аналарды солай еккен болатынмын. Енді бұны араларын ашып саламын. Яғни мына жерге ектім. Міне тұр. Келесін мына жерге егем. Яғни екеуінің ортасына дәл солай, мына жерде солай, яғни шахмат сияқты қылып егетін боламын. Әрі қарай берсе қалай өсіріп жатқанын, қалай қоректендіру керектігін бәрін көрсететін боламын. Канал жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.